Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бағасы арзан тұратын және жасалу жолы оңай торттың немесе пирожныйдың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, әппақ масса болғанша миксерлейміз. Сосын ванилин, қопсытқыш, мак қосу мұнда міндетті емес. Сұйық май, сүтімізді құйып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Сосын ұнымызды 3-ке бөліп салатын боламыз. Егер бірден салатын болсақ, көпіріп тұрған массамыз басылып қалуы мүмкін. Енді дайын болған массаны 2-ге бөліп, жайып пісіретін боламыз. Мінекей осылай пісіп шықты. Енді шеті тегіс болу үшін шетін аз ғана кесіп шығамыз. Енді екі тестамыздың да ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Крем дайындауға кірісеміз. Комната температурасында еріп тұрған аз ғана майға вареный сгущенкамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді тестамыздың арасына жағып шығамыз. Кремін жағып болған соң, холодильникте 1-2 сағатқа қою керек. Міне жап шықтық. Енді қалауыңыз бойынша бетін әрлей бересіз.